Әлде кімді, әлде нені күту. Тынымсыз қылған бір айлық еңбегің ақысын күту. Көптен көрмеген туысыңды, танысыңды күту. Әлде бір жақсы жаңалықты күту. Кейбір оталар тез болады, кейбірі ұзақ болады. Хирургтар болса адам жанын сақтап қалу амалын жасап жатыр. Арғы бөлме суық болса, бұл бөлме керісінше уайымға толы. Емтиханға дайындалу, стресске қарсы тұру. Мақсаты берілген сұрақтар бойынша дұрысын тауып, қалаған цифрға ие болу. Болашағына жоспар құру. Әр уақыт маңызды. Әр жауап нақты болуы керек. Білгенімен бөлісу, көмектесу. Дәл қазіргі уақытта кімнің кім екені көрінеді екен. Әр оқушының емтихан алдында уайымы қатты болады. Ал олар емтиханға кірген соң, ұстаздың уайымы басталады. Негізі ұстаздар оқушылардан да қатты уайымдайды. Смотря қандай ұстаз ғой енді. Ал тілек болса, оқушыларға қарым-қатынасы өзгеріп, өз баласындай қарап, шын жанашыр жүргені айтпаса да көрініп тұр. Тілек. Қалың қалай? Жақсы. Оқушылардан да қатты уайымдап кетіпсің ғой. Иә, бар ондай уайым. Біз асханаға шай ішуге бара жатырмыз. Мүмкін бізбен барасың? Мен күтейін оқушыларымды. Сөйтейін. Онда оқушылардың емтиханнан жақсы баға алса, жуасың бізге. Бол, жақсы алса жуан бізге. Жақсы. Ал бұлардың ата-аналары осы уақытта балалары болашақта кім болатынын ақылдасып, жарысып жатыр. Жоқ қанам. Ал енді не айтам басқа? Барлығын тілектеріне қосыламын. Бірақ менің балам барлығы таңдаған оқуға түспейді. Біз басқа жерді қарап қойғамыз, если что. Дұрыс. Біздің бала Руся мен сияқты саясаткер болады, болмаса шешесі сияқты оппозиционер болады. Не айтып отырсың, ұялмайсың ба кішкене? Осыға не дейсің, айтшы басқа? Диас деп не істейін басқа айтпашы? Ал құрметті достар, ата-ана отқандарымызға да осы күнімізге де жеттік, Аллаға шүкір. Осыдан 9 жыл бұрын естеріңде ма? Біздің балаларымыз бір сыныпта оқысын деп уәде беріп едік қой, естеріңде ғой? Иә. Уақыт өтіп жатыр, балдарымыз сабағын бітіріп жатыр. Аллаға шүкір. Біздің балдарымыздың жолдары ашық болсын. Амин. Ал енді құдағи болам десе, заранее айтып қойсын, иә? Дәмессор, Айтқаныңыз келсін, рахмет, бірақ біздің дана шешімді өзі қабылдайды. Өйткені оқитын, болашақта қызығын көретін де өзі. Міне, мынау өте дұрыс. Бүгінгі сөздің алды болды мынау. Иә, әр бала өзінің болашағын өзі таңдау керек. Дұрыс па? Бұны екен, уважаемый, кезек сөйлей бермей, мына той емес қой, арасында бір билеп қоймадық па? Дұрыс па? Дұрыс айтасың. Маэстро музыку тату, я сошла с ума. Қомашы, модерн токинг ғой бізге, құрдақ. Ой, осы екеуін шатастыра беріп, модерн токинг, жібер! Музыка! Мұна деген жақсы жаңалық қой. Оқушыларды қуантайын мен, әлі көріндік сұрасам бекен. Ондайда көріндік сұрамайды ғой, мен бауырға жіберейін мұны. Қыздар, жігіттер, баян жомарт қызына операция істеп тастады. Бәрі нормально. Мен де осы оқушылар сияқты қатты қуанышта болдым. Енді олар еш уайымсыз тек назарларын сұрақтарға аударады. Әлі жарты сағат уақыттары бар. 30 минут қой, олай айтқан. Намес. Қасет. Қазір. Чё там? Не болды, бауыр? Нормально, ештеңе. Чё там, Қасет? Писаш. Рахмет. Бір практиканы істеп жатсыздар ма? Базара нет? А чё сен жай отырсың? Қай сұрақтарға қойдың, давай көмектесейік.
Менде басқа вариант. Тем более мен болдым уже. Ачып отырсың тағы. Талда не істеймін? Осында сендермен қызық болып тұр маған. Тогда мендікін істей салшы. Жарайды. Не болдың, достар? Шығам. Молодец. У всех все нормально? Красавчик. Можно. Спасибо. Сезім аралас көңілді бүгінгі вайб. Бәрі тамаша, алаңдама бәрі ойдағыдай. Бәрі алда көтеді күндер әлі. Сәттілікпен көздеріңнен күннің нұры көрінер. Достарыңды аралай, бөлене қуанышқа. Достарыңды аралай, бөлене қуанышқа. Бір, екі, үш, 8 сұрақ қалды менде. Томи, сен болдың ба? Почти болып қалдым я. Мен шөлдедім уже, шыға берейін ба? Мен де шөлдедім. Кетіп бет ана. Тамирис. Не ғой. Спасибо. Давай. Так, очереди. Түрік қағанатын өтіріксіз салдым. Ha? Түрік қағанатын өтірік белгілей салдым деймін. Иә. Так, дальше өзің істейсің ғой, я? Рахмет. Так. Тамирис, негізі мен айтқым келген, мен бірінші сыныптан саған ғашықпын. Шын ба? Иә. Кстати, Тамирис, қай оқу орнына түсесің сен? Сол Жүргеновке. Сен ше? Меня в армию отправляют. Шын ба? Блин. Ладно, шучу. Я туда же поступлю, куда и ты. Кстати, угадай. Так, вот это. Қайдан таптың? Рахмет. Тақша. Рахмет. Мектеп қабырғасындағы бірінші үлкен емтихан аяқталды. Бауыр сұрақтардың жауабын білсе де, Тамириске бір қадам жақын болу үшін өтірік айтып істетіп алды. Біздің сыныптың 80% 9-шы сыныптан кейін үлкен оқу орындарын бағындырғысы келеді. Әрбір баланың өзінің қалаған мамандығы бар. Біреу шетелден грант ұтып алғысы келеді, біреу өнер адамы болғысы келеді, біреуі ғалым болғысы келеді, ал біреуі жеке бизнес холдинг ашқысы келеді. Қараңызшы, бір сыныптың ішінде қаншама жан-жақты жас маман иелері шығайын деп тұр. Ал мен осылардың барлығын көріп тұрған соң маркетолог болды шештім.
Айналайын көкем, қайда жүрсің Барлығы осы шығып кетті, тек қана сен қалдың. Не қиялданып жүрсің? Не кадрдың сыртынан күбір-күбір сөйлейсің? Бәсе құлағыма бірден сөйлей ме бірден? Шошып кеттім мен. Давай, кеттік, жүр. Тема. Сумчак бар ма тағы да? Өтіп қалдың. Бізге жоқ қой. Тыныш, болды. Не шулайсыңдар? Олимпиада медаль алып кетқан жоқ қой бұл. Че там, қалай болды экзамен? Ағай, дым қиыны жоқ қой. Жоқ, мен сен білем ғой, қалай болды экзамен деймін де? Жоқ ағай, дым қиын болмады бізге. Жаңғырбай, балдыра тыныштық қойшы шамал. Аға, естіп қазір ет болып қалмасын. Сол естімесін де алыстан айтып тұрмын. Ау, қайыз? Жоқ, іштіме. Молодец. Жақсы. Қазір. Алло. Ассалаумағалейкум. Иә? Шықты. Жоқ, результат шыққан жоқ әлі. Аха. Болды, хорошо. Адрес беріп қойыңыз. Аха, қазір алып кетемін. Сендер ата-аналарың звондап отыр. Барлығы бір жерге жиналып отыр екен, мен барып алып кетейін. Болды, аға, жолыңыздан қалмаңыз. Қиын болған жоқ қой бауыр, экзамен? Сұрақтан амал ма? Жоқ, Тілек ағай, бәрі жақсы болды. Соңында маған Тамирис көмектескен. Құтты болсын, Тілек. Енді атап өтпейміз ба? Кафеге барамыз ба, столовыйға ма? Енді ақшам тек столовыйға жетіп тұр енді. Бірақ атап өтем енді бұйырса. Жинап ал. Біз осындамыз ғой. Болды. Кетіп қалмаңдар. Бұл жас мамандар болмаса, отаға керек ақшаны жинай алмайтын едік. Біреуге көмектесем деген ниетің болса, Құдай қасыңа көмекке кімді болса да қосып қояды екен. Мен соны ұқтым. Бір күні әкесі мен баласы жолға шығайын деп жатса, әкесі баласына: "Балам, жүр, жаяу барайық. Одан да ақшаны үнемдейік" десе, баласы айтыпты: "Таксимен барайық. Одан да уақыт үнемдейік" деп. Қарап тұрсаң, екеуінікі де дұрыс. Сол сияқты ата-аналары қалаған мамандық иесі болу, ол да дұрыс негізі. Кім өз баласын жаман жерден көргісі келеді? Мен енді түсініп жатырмын. Үлкен балам болса өсіп келеді. Ал мен оның болашағын уже уайымдап отырмын. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт, бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Тихо. Баян Жұмарт қызы, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы болдыңыз ба? Жақсы, шүкір. Палатаға ауыстым, бәрі жақсы. Операциядан шықтыңыз ба? Қазір қалайсыз? Рахмет, жақсы. Мен соқтырған себебім сүйінші, оқушыларымыз бәрін жақсы тапсырды. Білді бой, мен бала мықты екен, білді бой. Молодец. Күшті жаңалық, рахмет сізге. Осындай қуанышты жаңалықтарды есту, ол бөлек эмоция. Әрбір қиын істің артында қуаныш бар дейді. Мектеп деген адам баласына керемет қайталанбас орта. Егерде уақытты артқа айналдырып, кері мектепке барасың ба десе, барамын деп жауап берер едім. Еще осы оқушылармен бірге оқығым келеді. Енді бір шешілмей тұрған шаруа бар. Я, қалай болдыңыз? Жақсы болдыңыз ба? Шүкір. Сіздердің арқаларыңыз, рахмет. Операцияға ақша жинап беріпсіздер, үлкен сумма. Балаларыңыздың қызықтарын көріңіздер, аман болыңыздар. Балаларыңыз күшті адам болып өссін. Ақша жинадыңдар ма сіз? Жоқ, Баян Жұмарт қызы, сіз шатасып тұрсыз. Біз ешқайда ақша жинамадық қой біз. Ақша жоқ. Жоқ. Рас саған, егер сіздер болмасаңыздар, мен ондай айналамда адамдар жоқ ондай сумма жинайтын. Жоқ, Баян Жұмарт қызы, сіз шатасып тұрсыз. Сіз операциядан кейін жат демалып алыңыз, ұйықтап алыңыз, жарай ма? Баян Жұмарт қызы, сіз... Апай, біз ертең кіріп шығамыз бір-екі күнде. Телефонның бас жағын қоймаңыз, жарай ма? Все, демалып алыңыз. Рахмет сізге, көп-көп рахмет сізге. Тоқтаңдаршы, Ғазиз. Түсінбей жатыр ғой, естідің бе Баян апайдың не айтқанын? Түсіндірсе бізге? Естідім, даже білем. В общем, былай болды, қазір мектептің алдына тоқтап айтып берейін мен сіздерге.
Бауыр, звондаш Ғазиз ағайға, келе жатыр ма? Әлде бір мотоцикл соғып қалған жоқ па екен? Звондадым, алмады. Мен қорқып тұрғаным ол емес. Не үшін қорқып жатсың? Үйдегілерге айтып қоймаса екен. Мүмкін мен звондап көрем. Алмайды ау трубканы. Басында олар маған да айтқан жоқ. Мен өзім біліп алдым. Сосын балдармен бірге жақсылық жасауға кірістік. Қолдан арнайы маскалар жасап, халықпен бірге ақша жинап бастадық. Енді 2 күннің ішінде жарты ақшасын таптық. Сосын ары қарай пошло, поехало. Бірақ енді балдарыңыз дейтін, мен білмейтін таланттар бар екен балдарыңыздың. Қыр-сырларымен халыққа паш еткеннен кейін халық оған риза болып, барлығы бірге ақша жинап, ортаққа жинадық. Содан класс жетекшілеріне апарып бердік. Ал сол жасаған жақсылықтың арқасында балдарыңыз емтиханнан жоғарғы балл жинады. Көрдіңіздер ме? Апайларын аяққа тұрғызуға көмектесті. Бірақ енді оның қазір сіздер анау оқушылардың өздерін айтпай қойыңыздаршы, ұят болар. Ей, біз жасамаған жақсылықты біздің балдарымыз жасап жатыр. Ары қарай біз қолдап неге көмектеспейміз? Дұрыс айтасыз. Міне. Сөйтейік. Иә, келдік. Проезд оплачиваем. Ал, құтты болсын, келдік. Бауыр Тамириске сезімін білдірді. Ал Тамирис жымиып жауап берді. Ата-аналар балалар үшін қатты қуанышты. Баланың бас ұстазы ата-ана деп қазақ кезінде бекер айтпаған. Бастысы олар тек емтиханнан ғана емес, өмірдің емтиханынан өтті. Тілек? Ау. Басында кетем, соңына дейін жұмыс жасамаймын деп жатыр едің ғой. Енді оқушыларыма қатты бар осып қалдым да, бір қимастық бар по-любому. Жоғарыда ешкім звондаған жоқ та шеш Тілек. Ол да бар. Бірақ бірінші оқушыларың. Дұрыс. Болды, осы үйреніп кетесің. Иә, экзамен жақсы тапшы. Экзаменнен жақсы тапшы. Ал кейбіреулер өздерінің жасаған қателіктерін түсініп, орындарын жас мамандарға босатып берді. Ендігі жылы кімдермен көрісеміз, кімдермен көріспейтінімізді біз білмейміз. Ал сіз білгіңіз келе ме? Достарың